Армағайын ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы, студияда Айзбек Өткелбаев. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге өткен тәулікте қаламызда орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Алматы тас жолында көлік апаты орын алды. Жылдамдықты арттырған Volkswagen жүргізушісі рөлге ие бола алмай аударылып кеткен. Салдарынан жүргізуші дене жарақаттарын алып, ауруханаға жеткізілді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мына бейне кадрларда көлікті үлкен жылдамдықпен басқарудың нәтижесі темір тұлпарды басқара алмаған жүргізуші аударылып кеткен. Жылдамдықтың қатты болған соншалықты неміс көлігі қоршауды сындырып, жол жиегіндегі арықтың ішіне кіріп кеткен. Салдарынан көліктің ішіндегі жүргізуші орташа дәрежедегі дене жарақаттарын алған. Куәгер оқиғаны былай болған дейді. Көрдені шаң көтті көрсет алып, адамды сүйіп шығарып отыр екен. Скоро келіп алып кеттіңіз сіз? Скоро. Адам сау ғой, Ол өзі мас болған ма, білмей ма? Сөйлеп жатыр, қалды жақындаған. Шақырылым бойынша келген жол көлік апатын анықтайтын топ және эвакуатордың қызметкерлері Volkswagen көлігін арықтың ішінен алып шығудың жолдарын ойластырды. Бірнеше уақыттан соң мамандар көлікті алып шығып, айып тұрағына жеткізді. Зардап шеккен жүргізуші ауруханаға жеткізілді. Ал полиция қызметкерлері көлік апаты не себептен орын алғанын анықтау үстінде. Атап өту керек, жүргізуші айыппұлдардан бөлек мемлекет мүлкіне келтірілген шығындарды өтеуіне тура келеді. Өткен тәулікте тағы да оқыс жағдай тіркелді. Ара қашықтықтың сақтамауынан қос бірдей жол апаты орын алды. Кінәлі жүргізушілер жауапкершіліктен құтылу үшін оқиға орнынан бой тасалап кеткен. Қуанышқа орай апаттардан зардап шеккендер жоқ. Бірінші көлік апаты Рысқұлов көшесі мен Қонаев даңғылының қиылысында орын алған. Бағдаршамда тұрған Audi автокөлігінің артынан Opel темір тұлпары соқтығысып, оқиға орнынан қашып кеткен. Audi автокөлігінің жүргізушісі кінәлі көліктің мемлекеттік нөмірін есте сақтап алған және болған мән-жайды былай түсіндірді. Светофорда тұрғанда мен артынан естіп жатырмын да, бір сың деп естіп жатырмын да, артынан банк ұрды да бір машина. Шықтым, бір қарасам Opel машинасы тұр. Водитель шваған шығып кетті. Мен машинаны көрді, отырып қалды, қашып кетті. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері Opel автокөлігіне іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Ал зардап шеккен жүргізуші өзіне келтірілген материалдық шығындарды есептеу үстінде. Ал мына көлік апатында да кінәлі жүргізуші оқиға орнынан қашып кеткен. Көлік апаты түнгі сағат 1-лер шамасында Темірлан тас жолы бойында тіркелді. Бұл оқиғада да бағдаршамда тұрған Audi 80 темір тұлпарына үлкен жылдамдықпен ВАЗ-21-010 көлігі соқтығысып, оқиға орнынан қашып кеткен. Оқиғаның куәгері болған апатты былай түсіндірді. Қызылға тоқтадым, артында келедім, не алмайған шешімесі бұл. Номерді бірақ өзі білген бірақ тоқтадым ғой, менде қызға тоқтап отырмын. Ол мына полосамен соқты. Ал зардап шеккен жүргізуші соқтығыс бағдаршамда болған кезде орын алды дейді. Атап өту керек, Audi көлігінің жүргізушісі кінәлі көліктің мемлекеттік нөмірін есте сақтап алғанын айтып өтті. Оған қоса неміс автокөлігінің жүргізушісінің айтуынша, қашып кеткен көлік басқа да көлік апаттарына қатыстығы бар екен. Ерман бөлімшесіндегі біреудің заборын соқты. Орадағы жаңағы кісі ол жақтан ағылып жаңағы хабар берді, біздің де заборын соқты. 095 СРА деген. Приора емес, десятка. Приоранан жаңағы балдар неге компьютерге салып еді, ол басқа Мерседес шығып атты. Қазіргі таңда қашқын көлікке іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Апатқа кінәлі темір тұлпардың жүргізушісі анықталған уақытта жауапкершілікке тартылып, әкімшілік хаттамалар мен материалдық шығындарды өтеуінен бөлек жүргізуші куәлігінен айырылуы әбден мүмкін. Түнгі уақытта жалғыз өзі қыдырған кәмелетсіз толмағандар жауапкершілікке тартылды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері арнайы тексеру жұмыстарын жүргізу барысында жасөспірімдердің құқық бұзушылықтарына жол бермей, ата-аналарын жауапкершілікке тартқан.
Мына жасөспірімдерді құқық қорғау органдарының қызметкерлері тәуелсіздік саябағында түнгі 12-ден кейін ата-анасының қарауынсыз қыдырып жүрген жерінен ұсталған. Полиция қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізіп, олардың қандай заң бұзушылыққа жол бергенін түсіндірді. Ол бойынша сіздерге әкімшілік хаттама толтыру, ата-аналарды ескертілді. Мектеп инспекторлар сіздерге түсіндірді ме осы жерде? Түнгі уақыттан кейін ата-анасы жүруге болмайды. Ескертті ме? Жоқ. Бірінші рет болатын болса ескерту болады. Екінші рет, бір жылдың ішінде қайталап жасайтын болсаңдар, онда ата-аналарға әкімшілік ауыр кодексі 336 екінші Тәртіп сақшылары жасөспірімдерді Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізіп, ата-аналарына қатысты әкімшілік хаттамалар толтырды. Атап өту керек, ата-анасының қарауынсыз түнде серуендеудің нәтижесі қомақты сомадағы айыппұлдармен аяқталатынын естен шығармаған жөн. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақыты аяқталды. Ал мен тек сіздерге бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленгенін естеріңізге салғым келеді. Амандықта жүздескенше сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.